Тарихқа үңілткен күн елорданың қалыптасуы дегенде көпшілік оқиғаны 1997 жылдан бастайды. Яғни дәл сол уақытта елорданы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру ресми жүзеге асты. Араға бір жыл салып, бас қаламыз Астана атауын еншілеп, халықаралық тұсауы кесілді. 1999 жылы елорда ЮНЕСКО шешімімен әлем картасы атағын алды. Bir қарағанда жетістік оңайлықпен келді дерсіз. Астананың тарихын елбасымен бірге қалағандар оның өзге қырын көрсетті. Далада қалдық, жұмыста жоқ, отыратын жері жоқ. Сонда не қуанбаймыз? Өйткені Астана болса жаңағы бізге жұмыс. Астананың ең бас жобасы керек. Оған жаңа ғимараттар керек. Ғимараттарға жоба жасау керек. Жоба жасаусын біз керекпіз, архитектор. И сол жаңағы өзіміз әріптестерім жаңағы өзімнің құрдастарыммен бас қосып, біз 95 жылы елбасының осы бас жобаның осындай 1,5 метрде 1,5 метр бір тақтайшаға өзіміздің ой пікірімізді сурет ретінде былай, болжау ретінде жаңағы былай көрсеттік. 20 жылда Астана тақыр жерден алып шаһарға айналды. Елбасы тыңнан тіреу тұрғызып, бас қаланың қазығын қалады. Ал асқақтай бер елімнің Астанасы шарасына жиналғандар тарихтың тыңдеректеріне қанық болды. 97 жылы бастады, 98 жылы алғаш рет есіл экспедициясы деген үлкен экспедиция құрып, осы мынау қазіргі сол жағалауда президент Ақордасы орналасқан маңайда Бозоқ деген қаланың орнын тапты. Бозоқ орта ғасырдан басталатын тарихи қала. Онда жаңағы монета дейді ғой, тиындар басылған, ақша басылған. Ең кереметі онда су ағар, сумен қамтамасыз ету водопровод болған. Елорданың бой көтеруіне теңдессіз үлес қосқан тұлғалардың тұшымды әңгімесі жастарды баурай кетті. Олар бұрын соңда білмеген ақпарлармен танысып, білім қорын толтырды. Қызықты болғаны маған осы Астана қаласындағы ғимараттардың салынғаны туралы мәліметтер көптеп ұнады. Және де ол Астананың Ақордасы салынуды жобалағаны туралы, және де ол біздің бұрынғы ата-бабаларымыз Сәкен Сейфуллин және Тәкежанның өсіп кеткен үлесі бойынша ары қарай ұрпақтары жалғастырған жұмыстары ұнады. Халыққа қызмет көрсету орталығы 25 күнде құрылған екен. Сонша тез уақытта архитекторлардың арқасында бой көтерді. Менде осы апалар, аталардың орнында болғанымда, менде Астананың Қазақстан Республикасының өсіп-өнуіне үлесімді қосар едім. Жиында Алмас Болатханұлының өзіңнен бастау алар өрелісім көрмесі өтті. Бұл араға өткенмен бүгінді байланыстырған 10-нан астам туынды қойылды.